25-ші беттегі 3-ші есеп кесте бойынша өрнек құрастыр және оны шығар. Мынау азайғыш, ал мына екінші тұрған бұл азайтқыш. Олай болса, мында амал азайту. 78-ді 39-ға бөлсек, бөліндінің мәні 2-ге тең. Өйткені 39 2-ге көбейтсек, 9 2 18, бір ойда 3-ге көбейтсек 6, ойдағымен 7. 7 8, яғни 78. 740-тан мына 2-ні азайтамыз. 8, 3, 7, 738. Төртінші есепте құрылымы күрделі теңдеуді оңай ықшамдап аламыз, оңайластырып аламыз. Бұл жерде жақша ішіндегі 6-ны 3-ке көбейткенде 18, енді 54-ті 18-ге бөлеміз. 54-ті 18-ге бөлсек, бөліндінің мәні 3-ге тең. Енді А бөлу 15 сол күйінде жазылады, тең. Мынаны ықшамдап алдық, 3. А тең. Мұнда бөлу және 15 сан тұр. Демек, керісінше біз көбейтеміз 3-ке. А тең әріптің мәні 15 3-ке көбейтсек. 15 пен 3-ті көбейткенде көбейтіндің мәні 45-ке тең. А тең 45. Әріптің мәні табылды. 45 бөлу 15. Оның мәні 3-ке тең. Енді мынан сол күйінде жазамыз. 54 бөлу 6 көбейту 3. 6-ны 3-ке көбейткенде 18. 54-ті 18-ге бөлгенде 3. 3 пен 3 тең. 7-ші есептің асы теңдеу түрінде шығару керекпіз. 7-ші есептің асы шарты. Берілісі. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқып шыққаннан кейін 15 беті қалды. Оқылмаған 15 беті қалды. Оқушы қанша бетін оқыған? 60 беттік кітаптың қанша бетін оқып шыққан? Бұл жерде яғни бірнеше бетін оқыған деп тұр, бірақ нақты неше екені белгісіз болса, оның орнына X немесе Y кез келген белгісіз бір әріпті қоямыз. Ал белгілісі 15. Оны 15 екенін жазамыз. Кітап 60 бет жазамыз. Оның бірнеше бетін оқушы оқыды. X деген әріпті қояйық. Оқыды болса, азайтамыз. Және оқылған тек қана 15 бет. Әріпті қоямыз. X, Y кез келген. Және оқыды болса, азайтамыз. Оқылмаған 15 бет қалды. Нақты санын айтып тұрса, оны тең боладыдан кейін 15 сан жазамыз. Енді арғарай теңдеуді шешеміз. X тең 60. Мұнда азайту және азайтқыштың орнында әріп тұрса, демек азайту тұрса, азайта береміз. Мұнда мән береміз. Арғарай теңдеуді 60 пен 15-ті азайтып, орындай береміз. 7-ші есептің әсінде де теңдеу түрінде құрастырамыз және шешуін табамыз. Есептің берілісінде, келгенде, болды, келді десе, қосамыз. Ал егер қалды десе, онда азайтамыз. Яғни сөздеріне мұқият мән береміз, балалар.